Міне құрметті ағайын, пешім болды. Хозяин өзі кеп алып кетеді енді. Міне құрметті ағайындар, мына жерде 3 оборотын жасап қойдым. Осылай. Толщина 5 сантиметр, металл 4 миллиметр. Енді қызығып жасайым деген адамдарға түсіндіре кетейін. Мына жерде ені 40 сантиметр, барлығы 40 сантиметр. Мынау ең соңғы 3-ші оборот 40-та 40. Ал мыналар 40-та 60 былай қарай. 40-та 60-тан екеу жасаймыз. Міне екінші. Бұның арасы 6 сантиметр. Өйткені от көп тұратын жерге осыны қоямыз. Одан кейін 4 миллиметрден жасалатын мынау сыртқы корпусы екі жағындағы. Мынау біреуі. Мынау арты мен алды. Осыны Құдай қаласа қазір сызып өлшеп, ішіне обороттарды салатын болам. Одан кейін варт етіп аламыз. Ал қызыққан ағайындар комментке қалдырып сұрап отырсаңыздар болады. Видео ұнаса лайк басып, подписка жасап отырыңыздар. Мен қазір бір 3-4 күнге осындай заказ алғам. Осы заказды бітіруім керек. Бұл ұзақ уақыт жанатын пеш. Сондықтан материал кішкене көбірек кетеді бұған. Мынау общий материалы айта кететін болсам, 4 миллиметрліктен ені 1,5 метр, ұзындығы 2,5 метр. Сол ішіне полный жетеді. Одан кейін 3 миллиметрлік листіміз 4 квадрат бұл таза. Осыдан сыртқы корпус және есіктері шығады. Сонымен жетіп қалады полный. Міне мына жерде корпусты құрап қойдым. Енді видеоға сөзді кішкене оңай болып жатқан жоқ, сондықтан түсіре алмай жатырмын. Мына жерде 3 оборот, 3-і бір жағы бункер болады. Мына жағы бункер, ар жағы обороттары үшін. Түсінбеген кісілер енді кішкене ие бар адамдар өз түсінеді деп ойлаймын. Каналға жазылып, қолдап отырыңыздар, тіркеліп отырыңыздар. Міне құрметті ағайындар, пешіміз бітті, Құдай қаласа. Енді краска жасайым. Міне асты. Решеткасы дайын, бәрін салып қойдым. Мына жақта тұр қазір. Үстінен салына береді ол. Енді краска қалды бұда. Термару көрәділі. Пока бос тұр. Мына жақтан түсіндіретін болсам. Міне ішінде 3 оборот. От жану барыс мына камерада болады. Жоғары көтеріледі, қайта түседі. Мына жерден шығып кетеді мұржаға. Міне мұржа мына жақта тұр. Мына жер осылай жабық тұрады. Кейін тазалаған кезде керек болады бұл. Бұдан кейін мынау түседі. И үстіне стекловата салынады. Одан крышкасы жабылады осылай. Мына жерден болттанады. Мына жерге аварийный клапан осы жерге тұрады. Мынау
решетканы қозғайтын тягасы. Мына жер подача, мына жер обратка. И мынау сливка. Суын құйып, барлығын тексеріп жасап қойғам. Енді крастетсем болды, Құдай қаласа. Атак магазиндерде тұр. 320 квадраттықты көрсеңіздер болады. Каспийде де тұр. 700 мың мен 900 мың арасында тұр. Егер қызыққан кісілер болса, заказ берем десеңіздер, жасап бере алам. 250-ден 350 квадрат арасында алар 400 мың болады. 200 квадрат пен 150 квадраттық пеш 350 мың теңге болады. Басқа қалаға сап жіберуге болады. Осы ағайындар, газ крас келем, сосын тағы түсіретін болам. Мына жер бункер. Осы жерге көмір салынады. Енді мынаның бункерін үлкен қылып жасадым. Бұған 7-8 шелек көмір жай кетіп болады. Енді уже бұл 4-5 пешім почти. Бір суткіге жағатын болсаңыздар 5-6 шелек жағады. Кәдімгі 8 литрлік темір шелекпен салсаңыздар. 25-тік пластмас шелекпен салатын болсаңыздар 3 шелек 4 шелек кетеді. Одан 3 шелек пен 2 шелектің арасында бір суткеге жанады. Бұлай айтқанда қайта-қайта пеш жағудан мезі болған кісілерге арналған бұл негізі. Және үйді бір қалыпта мына жерден градусқа қойып қоясын, болды, тұра береді. Сол градусты ұстап. Как газ пеш секілді. Енді бұған газ орнатуға бола ма деген кісілерге мына жерден арнайы горелка сатылады. 30 мың әртүрлі бағада тұрады. Соны осы есікті алып, қайта осылай есік жасап, орнатып беруге болады. Газбен де жұмыс жасай береді сонда. Газ тоқтап қалған кезде қайтадан көмір салып, көмір жаға беруге болады. Ал жұмысым ұнаса, подписка жасап, қолдап отырыңыздар ағайындар. Енді полный түсіруге менде мүмкіндік болмады. Сондықтан түсіре алмадым. Міне құрметті ағайын, пешім болды. Хозяин өзі кеп алып кетеді енді. Мына жердегі регуляторын сосын барғасын салып берем. Решеткасын бәрін сап қойдым. Мынау арқылы қозғалады. Мына жақта мұржа. Квадрат.